Қала шетіндегі 2 қабатты ғимаратқа кенет өрт кетеді. Өрт өшіру отрядындегілер өрт кеткен жерге дереу жетіп барады. Өртте қамалған адамды дереу құтқармақ болады. Алайда оның құтқармақ болғаны өзінің ұзақ жыл бойы кектеніп келген қара қасқыр боларын ойламаған еді. Ол ұзақ жылдық кегін қайтару мен кәсіптік борыш өтеу алдында адал қызмет өтеуді таңдайды. Басына төнген қауіп-қатерге қарамастан қара қасқырды ақыры құтқарып шығады. Алайда оның қалтқысыз әрекетін көрген көпшілік аң-таң болады. Міндет 2 бөлім. Немене? Отбасыңа өрт қойған бұзақы, сол дейсің бе? Олай емес шығар. Рас айтасың ба? Бұл қалай болғаны? Мысық көзді қара қасқыр, сол көздегі қара қасқырдың өзі. Кішкентай кезінде ол қыстағымыздағы жуан жұдырық болатын. Істемеген жамандығы жоқ, нағыз жауыздың өзі. Бір күні әке-шешем атыз басында еңбек істеп жүрген болатын. Мен бір жайылып жүрген қозымен алысып жүріп, бірге сайдан домалап кеттік. Содан ол қозының сирағы сынып қалды. Кенет қара қасқыр келіп, ол қозының төлеміне 10 қой әкеліп бермесең, отбасыңмен құртамын деді. Әке-шешем оны тауып бере алмағандықтан, қара қасқыр бір желді күні түнде келіп, үйіміздің маңайындағы маяға от қойып кетеді. Өрт барған сайын үдеп үйімізге тұтасып кетеді. Қара қасқыр өрттің тізгін бермей кеткенін көріп, сол күні түн өлтіп қашып кетіпті. Зәре-құты қашқан шешем мені өртене басқан төсектің астынан тауып алыпты. Жаным аман қалды. Шеше! Сөйтіп аяулы әке-шешем мені құтқару үшін өз жандарынан айырылды. Егер ауылдастарымыз дер кезінде Призон тағызға өрт өшіру отрядіне мәлімдеп, бұның отряд бастығы отряд бастап дер кезінде жетіп келмегенде, мен де бақиға аттанар едім. Содан бастап бұл қара қасқыр қолға түспей қашып жүрді. Сұмпай, бұл дүниеде осындай жауыздар да болады екен-ау. Лита, қамықпа, сен үшін оны келістіріп сабаймын. Шаншан, әлек салма. Мұнадай жауыздар күйіп өлсе де обал жоқ еді. Түсінсен бұйырмасын, Литаға оны неге құтқарып жүрсіз? Шаншан, сен бұлай десең болмайды. Апатқа қалғандарды құтқарып өрт өшіру жауынгерінің кәсіптік борыш екенін ұмытып қалма. Оның үстіне Литаға өздік өрт өшіру жауынгер емес пе? Өрт өшіру жауынгері болса не болыпты? Олардың өртке кетсе сұраусыз болғаны ма сонда? Соны айтам. Өрт өшіру жауынгері сонда бодау беру керек пе екен? Үйсе қайтып болады. Жаңа хабар. Өрт себебін тексерудің бастапқы нәтижесі шығыпты. Өртті біреу қасақана қойған дейді. Кешкі хабар. Не болды? Прижис болды ма? Рас па? Лейта, онда бұл өртті сөзсіз ол мысық көз қасқыр қойған болды. Ол сөзсіз қылмыскер, енді одан бұрын есепті қосып алатын боламыз. Бұның отряд бастығы. Өрт қою ісін тексеру жұмысы қандай болды? Мысық көзді қара қасқырдың өрт қойғандығын дәлелдейтін ысpat табылды ма, жоқ па? Ол сол күні қожайынмен түс шайысыпты. Қылмысқа ұрыну мүмкіндігі бар. Өрт кетуден жарым сағат бұрын жалғыз өзі сыртқа шығып кетіп, 10 минуттан кейін қайтып келген. Одан сыртқа шығып арақ ішпекші болып, шыбар тауықтың сөмкасындағы 50 юан ақшаға таласамын деп жүріп, кете алмай өртте қалған екен. Аралықта оның өрт қоюға уақыты әбден жетеді. Бұл өрт ғибараттың артындағы қоқсық сандыққа бензин төккендіктен кеткен. Мысық көз қасқырдың төсегінің астындағы құмараға бензин құйылғандығы анықталды. Мен оны түсінемін. Ол асқан қара ниеттің өзі. Әрқандай істі істеуден тайынбайды. Көр. Қараңыздар, мұнаны қоқсық сандығының жанынан тауып алдық. Қолғапта бензиннің иісі бар. Шау-шау ағам ақ қояннан сұрап еді, ол бұның мысық көз қасқырдың қолғап екенін айтты. Сендерді ерекше тексеруді тоқтатпаған екенсіңдер ау. Рахмет, Шаншан, рахмет сендерге. Әрқандай жауыздық заң торынан қашып құтыла алмайды. Қара қасқыр, енді сенің қайда қашып құтыларыңды көрейін. Қара қасқыр, біз бір қыдыру сипатқа ие болдық. Бұл жолғы өрт біреулер жағынан қасақана қойылғандығы анықталды. Оның үстіне сен өртті қойған күмәнді қылмыскердің өзісің.
Қара қасқыр, шуастықпен қылмысыңды мойындауыңды үміт етеміз. Бағым жанып құтылып кетемін деп ойлама. Бұл жолы заң торынан әсте құтыла алмайсың. Қасқыр, қане сөйле. Маған не айт дейсіңдер? Егер өртті мен қоймадым десем, маған сене қоясыңдар ма? Тексеру нәтижесіне негізделіп әділәрі дұрыс бекім жасаймыз. Жақсы адамды әсте обалды етпейміз. Сондай-ақ заң жазасынан қашып құтылмақ болған бұзақы заң торынан әсте қашып құтыла алмайды. Балды, ойын қоймай-ақ қойыңдар. Мені қылмыскер десеңдер, мен ақ қылмыскер болайын. Лейтіні көргеннен бастап-ақ, бұл жолы бетіме қара жағылған екенін білген болатынмын. Бұл не дегенің? Лита, отыр. Не деп тұрғанымды өзің білесің. Қуышың сезіп тұрған шығар. Мені өрттен құтқарып шығуының өзі, маған тағы бір өрт қою қылмысын артып, тіпті де ауыр азап арқылату емес пе? Қара қасқыр, сен бұлай болғанда өрт қойға мен емеспін демексің бе? Қара қасқыр, өрт кеткен күнгі болған жағдайды тағы да тәптештеп айтып шық. Суды сіңетін жерге септеген емес пе? Құсадан өлетін болдым ғой. Мұна барып тұрған сұмырайдың өзі екен. Ажал төніп тұрса да, Лейтін өзіне пәлі жапты дейін қарай көр. Бұндай адамның көзін баяғыда құрту керек еді. Дәлел іспат толық тұрса, қайта-қайта сұраққа тартудың қажеті қанша? Іспат толық дейді. Менше дәлел іспат әлі толық емес секілді. Сонда арасында өрт қойған қара қасқыр емес пе? Басқа біреу болғаны ма? Лейт аға, сіздерге не болды? Бұлай болу мүмкіндігі де жоқ емес. Менше істің нақсыры әлі ашылмағандай. Ой, сендерге не болды? Сөйлесіңдерші. Аға, не болды? Менше бұл істің анық-қанығына әлі жетпеген секілдіміз. Мәселе бардай сезінемін. Неге анық емес екен? Қара қасқырдың қасаққан өрт қойған айқын тұрмай ма? Егер өрт қоймақ болса, ол онда неге қайтадан қайтып келген? Оның аққылығы осында тұрмай ма? Ол өзінше қайта қайтып келсе, күмәндан айығамын деп ойлаған. Солай. Шыбар тауықтың елуян ақшасын аламын деп айланбаған болса, баяғыда қашып кеткен болар еді. Аға, мұна қара қасқыр секілді жауыздарды қорғаштауыңызға істе болмайды. Солай, қара қасқыр болмаса кім ғой дейсің? Жамандық істе оның қанына сіңген. Солай, біз қылмыс іске талдау жасаған кезімізде жекелік көңіл күйімізбен санасуымызға оның көңіл болмайды. күйімен санасып отырған кім бар? Ол арасында жауыздық істеді ғой. Менше өрт қойған қара қасқыр деп кесете алмаймыз. Аға, ана сұмпайның сойылын соғуыңызға болмайды. Егер үйтетін болсаңыз, мен де сізге ренжимін, қарамаймын. Бірақ менше бұнда арасында бір мәселе бар секілді. Өтінейін, не ойың болса да ашып айтшы. Бізді анығына жетейік. Мен де әлі толық байыбына бара алмай тұрмын. Сендерге айтып түсіндіре алмаймын. Лейт аға, қайда барасыз? Лейт аға, қайда барасыз деймін? Сізге ренжіп кетіп қалды баяғы. Жоқ. Менше ол кісі де бұнда мәселе барлығын байқап қалды. Өрттен сақтану қауіпсіздігі жайлы шағын сауат. Бүгін Мысыға екеуміз сіздерге өрт кеткенде қалай жан сауғалау керектігі жайлы білімдерді айтып береміз. Көпшілік барлығымыз бірге мұна экранға назар аударайық. Тезірек 119-ға телефон шалыңдар. Мұна екрандағыны көріп, өрт кеткенде жан сағалау жайлы тағы да бір сауатқа ие болған шығарсыздар. Гали екеуміз сіздерге анықтап айтып берсек қалай? Мұнанда екі түйінен құрам табады. Біріншіден, өрт апаты туыла салғандық 119 өрт өшіру отрядіне мәлімдеу керек. Олар сонда ғана дер кезінде жетіп келеді. Екіншіден, төсектің астын немесе сөренің ішіне қарай жүгіріп, жан сауғалаудан сақтану керек. Дер кезінде сыртқа қашып шығу ең дұрыс талғам. Құрметті көрермен достар, екіншіден, өрт апатында қалғандар үшін ерекше маңызды, әсте ұмытушы болмаңыздар. Өрттен сақтану қауіпсіздігі туралы шағын сауат. Өрт апаты туылатындай болса, төсектің астын немесе сөре секілдердің ішіне қарай жүгіріп, жан сауғалаудан сақтану керек.
Мысық көз қасқыр атанып алған қара қасқыр өрт қойып Литінің әке шешесін өлтіріп, шаңырағын шайқатқан жауыз екенін білгенде барлығы оны және де өрт қойған қылмыскер деп күмәнданады. Шау бұл іске әлі күмәнді екендігін айтқанда, Литі да басқалар да мүлде құптамайды. Мысық көз қасқыр шынымен өрт қойған қылмыскер ме жоқ па? Бұны білгілеріңіз келсе келесі бөлімге назар аударыңыздар. Міндет. 3-бөлім.